Мен 2016 жылы мектеп бітірдім. Сол жылы Еуразиялық ұлттық университетіне түстім. Ол жерде мамандығым физика техника мамандығы болды. Соны бітірген соң екінші тағы да жоғары білім оқуын бітірдім. Ол жаңағы құрылыс саласында болды. Негізінде құрылыс саласына келген себебім, өйткені кішкентай кезімнен сызуды, мындай проект жағын өте қатты ұнататын. Сол жағынан бастап сызу архитектор болуды қалайтын. Мен осы универде оқу бітірген соң құрылыс алаңына ең бірінші B-Group компаниясына келдім. Ол кәдімгі жұмыс ретінде, разнорабочий ретінде кірдім. Содан кейін ол жерде Модекс зауытына тұрдым. Модекс зауытында бригаданың ішінде монолит жағынан каркас тоқуда және де бетон құюда тұрдым. Өз маман иесі болу үшін, негізі ең бастапқы сатысынан бастау керек. Өз қолымен, өз көзімен бәрін көріп, қазақстандықтарды сапалы білім ұяларымен қамтамасыз етеміз.